Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Ашығудың зияны қандай? Ең алдымен арнама тіркеуді ұмытпаңыз. Қазір ашығудың пайдасы жиі айтылып жүр. Автофагия құбылысы ашылғаннан бері ашығуды медициналық ем-дом ретінде қарастыру басым бағыт алып келеді. Десе де ашығудың кейбір кемшін, әлі дұрыс зерттеле қоймаған тұстары барын ұмытып кетеміз. Автофагия дегеніміз жасушалардың өзін-өзі құрту процесі, яғни адам ағзасының өзімен-өзі тазаруы. Тірі, дені сау жасушаның органоидтары ақуыз құрылысы бұзылғаннан кейін қартайған жасушалармен қоректенуі, яғни еті тірі жасушалардың бактерия, вирус сынды басқа да құрылысы өзге жасушаларды жоюы. Ал мұндай процесті қалай және неге қолдануға болады деген сауалға жапон биологы Исинори Ацумы тапты. Ол адам ашыққан кезде автофагия құбылысы іске қосылатынын анықтаған. Ашыққан адамның ағзасына түсер қорек азайып, жасуша энергия табудың өзге жолдарын іздей бастайды. Содан тірі жасуша әлсіз, аурушаң жасушаларды азық етеді. Тірі жасушаға жем болатындардың арасында рак клеткалары да бар. Осыны дәлелдеген үшін Ацумиге 2016 жылы медицина саласынан Нобель сыйлығы берілді. Ол ашығу арқылы адам ағзасын ауруға, қартаюға қарсы тұратынын анықтаған. Ашығудың пайдасы. Ашығудың медициналық түрі көп. Бірі таңнан кешке дейін ашықса, енді бірі майлы, ащы тағам жемей ашығады, енді бірі тек су ішеді. Мұсылман қауымында 30 күндік ораза мен ара-тұра уақытша ашығудың түрлері бар. Ал христиан дінін ұстанатын қауым нан мен шошқаның етін жемей ашығады. Қалай десек те ашығудың бұрыннан бар әдіс-тәсіл екенін байқаймыз. Сондай-ақ Бразилия ғалымдарының айтуы бойынша, автофагия құбылысын іске қосу арқылы қабыну, жүрек қан тамыры ауруларын, зат алмасудың бұзылуын, қатерлі ісік пен семіздіктің алдын алуға болады. Ашығу сондай-ақ әсіресе асқазан жұмысына өте жақсы. Өйткені уақытша ашығу асқазанның демалуына көмектеседі. Ашығудың кері әсері. Ғылыми медицинада да қолданбалы медицинада ашығудың емдеу тәсіліне айналғаны белгілі. Алайда бұл жерде ескере кетерлік нәрселер де бар. Біріншіден, бумулия немесе ашқарақтыққа психологиялық жағынан тәуелді адамдарға ашығудан пайда жоқ. Өйткені күні бойы ашығып жүріп, тамаққа бас қоя сала ағзаға ауырлық түсіреді. Ашыққан адамға ас ішерде абай болған жөн. Аз-аздап біртіндеп бастаған абзал. Ал диабетке шалдыққандарға бірінші және екінші топтағыларға ашығуға болмайды. Өйткені инсулин салғанда қандағы глюкозаның деңгейі түсіп кетуі әбден мүмкін. Сондай-ақ өт ауруына шалдыққандарға ашығуға зиян. Себебі ауруды асқындырып жіберуі мүмкін. Өт жолы дискинезиясы барларға да ашығуға болмайды. Сондай-ақ адам күнделікті ашықпай-ақ калорияның белгілі бір бөлігін шектеу арқылы автофагияны іске қосуға болады. Мысалы, жұмыста қолыңыз босамай, түскі асқа үлгермей қалсаңыз, бұл калорияны уақытша шектеу болып саналады. Мұндай жағдайда да ағза өзін-өзі реттеуді іске қосып, тірі жасуша энергияны өндіру үшін қартайған жасушаларда жей бастайды. Америка медицина қауымдастығының журналында жарияланған 2017 жылдың зерттеуінде ағзаға түсетін калорияны азайту мен күні бойы ашығудың тиімділігі бірдей екені айтылады. Күні бойы ашыққан адамның ас ішерде нығыз, калориялы тамаққа бас қоятыны бар. Аталмыш зерттеуде мұның дұрыс емесі айтылған. Өйткені бұл қанда холестериннің көбейіп кетуіне әкеледі. Автофагия қатерлі ісіктің алдын алады деп болжам жасалғанмен, бұған әлі нақты дәлел жоқ. Себебі рак жасушаларының автофагияға бейімделіп алынатын қасиеті бар көрінеді. Сондай-ақ айта кетсек, швед ғалымдарының зерттеуінше автофагия кезінде ағзаға өсу гормоны көп бөлінеді екен. Алайда бұл адам бұлшық етін өсіруге жеткіліксіз екені айтылған. Себебі бұлшық ет өсу үшін тағы инсулин гормоны керек. Екеуі бірігіп қана салмақ өсіреді. Ал жоғарыда айтылған ашыққан кезде инсулин керісінше азайып кетеді. Мамандардың пікірі бойынша адам ашығуға көшер алдында дәрігерге тексеріліп алған дұрыс. Өйткені дұрыс ашығудың жолын білмейді. Нақтырақ айтсақ, адамға диета тағайындауға әсер ететін фактор көп.
Ең алдымен адамның жынысы мен салмағы, ұлттық ерекшелігі, жасы, жұмыс сипаты, климаттық жағдайы ескерілуі қажет. Қанына биохимиялық талдау жасау, глюкоза мен инсулин көлемі тексеріледі. Ашығу асқазан ауруларының біріне көмектессе, енді бірін жасырын жатқанын асқындырып жіберуі мүмкін. Сондықтан да адамға диета ұстау үшін немесе ашығудың индивидуалды тағайындалған рационы ғана сауықтырады, дейді маман. Егер асқазан мен ішек жолдарында асқыну болса, оны емдеп алып барып ашыққан жөн. Гастрит пен асқазан жарасы барларға ашығуға болмайды. Оның орнына майлы тағамдарды азайту, тез қорытылатын көмірсуды көбірек тұтыну, әрі физикалық белсенділікті арттыру арқылы ашығудың эффектісіне жетуге болады. Менің берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін.